билік текті билік, тексіз билік деген болады. Байлық текті байлық, тексіз байлық деген болады. Шешендік текті шешендік, тексіз шешендік деген болады. Яғни текті билік деген жеті атасынан бері билік үзілмеген әулеті текті билік дейді. Текті байлық деп жеті атасынан бері бай болған адамды текті байлық дейді. Ол өзінің, олар жаңағыдай жеті атасынан бері билік басындағы адам ел басқарудың мәдениетін меңгерген адамдар. Оның киесі мен қадірін білетін адамдар. Байлар да солай. Бай болудың мәдениетін меңгергендер. Мәдениет қой бай болуды. Шешен болудың мәдениетін меңгергендер. Сонда Үмбетей Жырау айтады ғой. Хан болмаған хан болса дейді, яғни тексіз болса, хан болмаған хан болса, қанамаған ел қоймас. Бай болмаған бай болса, жайланбаған сай қоймас. Би болмаған би болса, яғни айтылмаған сөз қоймас дейді. Енді сөз бар ғой, мысалы, жақсыдан жақсы туар, жарқылдаған, қарғадан қарға туар, қарқылдаған деген. Енді жаманнан да жақсы туу мүмкін ғой. Туу мүмкін, бірақ оны Бұқар Жырау би деп айтады. Таудан аққан тас бұлақ, тасса құяр теңізге, қанша малды болса да бай қуанар егізге. Жақсыдан жаман туса, жаманнан жақсы туса, тартпай қоймас негізге дейді. Бәрі негізін тартып кетеді.